Сәлеметсіздер ме? 6-шы сынып оқушылары, бүгінгі видеода қазақ әдебиеті пәнінен 3-ші тоқсанның 1-ші бұржыбысына талдау жасап беретін боламын. Оқушылар видеоны көріп бастамас бұрын әдеттегідей каналға тіркелмеген оқушылар болса тіркеліп кетейік. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Мен балаң жарық күнде сәуле қуған бөлімі бойынша БЖБ тапсырмасы алынатын болады. Және де 2 тапсырма бар. Сол 2 тапсырманы орындауға 15-20 минут аралығындағы уақыт берілетін болады. Ендеше бастаймыз. Бірінші тапсырма. Әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені берілген үзінділер арқылы түсіндіріңіз дейді. Яғни осы үзінділердің қандай ойы бар екендігін түсіндіруіміз керек, идеясын. Ертеде бір жетім бала болыпты деп Аян екінші ертегісін бастады. Сыбырлай шыққан даусында өз айтқанына қалайда қалтқысыз сендіретіндей керемет бір күш бар. Ғажап ертегілер еді. Дүниедегі жақсылық атаулының бәрі ерлікте, ізгілікте, сұлулықта, ақылдылықта, әйтеуір адамға тән небір асыл қасиеттің барлығы да сол Аянның ертегілерінде болушы еді. Аян батырлық туралы ертегі айтқанда, біз алым-жұлым киінген қара борбай балалар бір сәтке жадау қалпымызды ұмытып, шетімізден көк семсерді жарқ-жұрқ еткізіп, ат ойнақтатып, жауға қарсы арыстанша шабатын нағыз қас батырдай сезінуші едік өзімізді дейді. Яғни бұл үзіндінің идеясы ертегі арқылы дүниедегі жақсы қасиеттерді балаға үйрету, бойына сіңдіру екен. Келесі екінші, мен таяп келгенде шетте тұрған Есікбай сыбырлап қана Аян балалар үйіне кеткелі жатыр деді. Қарағым жолың болсын деді жыламсырап. Жақсыдан қалған тұяғың, қайда жүрсең де аман бол. Адам болсаң тауып келерсің әлі. Аян балалардың бәрімен қол алысып қоштасты. Мен әлі бәріңе де хат жазып тұрамын деп күлімсіреп. Біз балалар Аянды көп уақытқа дейін еске алып сөз қылушы едік. Шынында да бұл күнде Аян қайда екен, тірі ме екен? Ондай бала тірі болуы тиіс. Ондай бала алдында нендей мұрат қойса да жетеді. Ал тірі болса, жуанды төбеге бір оралмауы қалай? Жусанның есін сағынбауы мүмкін емес қой дейді. Яғни бұл үзіндіден достардың қоштасуы берілген. Яғни нағыз достардың қимастықпен қоштасуы. Ауыл тұрғындары достары Аянды жылы лебізбен балалар үйіне шығарып салады. Бұл үзінді арқылы ауыл тұрғындарының адал ниеттерін, бауырмалдылығын байқаймыз осы үзінді арқылы. Яғни бірінші тапсырманы орындап болдық. Енді бізде екінші тапсырма. Автордың тебем деп тірі болсам надандықты серт етіп өз-өзіме еткемегес толғауының мәні неде деп ойлайсыз? Ойыңызды 3-4 сөйлеммен жеткізіңіз дейді. Бірінші, яғни автор бұл ой толғау арқылы оқырманды барша халықты надандықпен күресуге шақырады. Өз ойы жоқ, надан, ынжық болмай, сауатты, көзі ашық, оқыған, білімді болайық деп айтқысы келген. Сол үшін надандықпен күресуге өз-өзіме серт бергем дейді автор. Яғни осылай жазып шығамыз оқушылар. Немесе өз ойларыңызда жазсаңдар болады. Осымен бүгінгі біздің БЖБ талдауымыз аяқталды. Каналда 6-шы сыныптың басқа да пәндерінен БЖБ 1, БЖБ 2 және де ТЖБ тапсырмалары шығып жатыр. Оқушылар кіріп қарап көрсеңдер болады.